Құрметті қазақ елі, осы көктемнің бірінші мерекесіне орай алғыс айту күніне қазақ еліне, өзім оқып жүрген Тараз қаласының Назарбаев зияткерлік мектебіне және де маған білім беретін және білім беріп жүрген мұғалімдерге, өзім араласатын достарыма және де мектептің тазалығын сақтап жүрген әпкелер мен ағайларға алғысымды білдіргім келеді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Асыл әжелер мен аталар, сіздердің жастарға берген үлгілеріңіз бен өнегелеріңіз үшін мың алғыс. Анаға шексіз рахмет, ақ сүт берген толғатқан, әкеге айтам мың алғыс, ұрпақтар жібін тарқатқан. Хочу поблагодарить свою родину, друзей, родителей, школу, наших учителей и, конечно, не будем забывать про техперсонал. Қоршаған адамдарыма, отбасыма, мектеп ұстаздарыма, достарыма алғыс айтқым келіп тұр. Үлкен мүмкіндіктер бергендері үшін үлкен рахмет. Мен өзім ата-анама алғыс айтамын. Себебі олар маған қамқорлық көрсетеді, маған көмектеседі, мені қолдайды. Құрметті ұстаздар, сіздерді 1 наурыз алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Және де сіздерге үлкен алғыс айтқым келеді. Біздің осындай ақылды тәрбиелі бала болып өсіп жатқанымызға сіздер өте үлкен ықпал еттіңіздер деп ойлаймын. Құрметті Тараз қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы, ұстаздары, оқушылары, сіздерді келіп жеткен 1 наурыз алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. Бірге болып, әрдайым еліміздің дамуы үшін жұмыс жасағандарыңыз үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Хочу поблагодарить своих родителей за то, что дали мне жизнь и воспитание. Также хочу сказать спасибо своим учителям и школе за то, что дают мне знания, которые обязательно пригодятся мне в жизни. Құрметті сіздер мен ата-аналар, алғыс айту күнімен, риза жылы мен құттықтаймын. Сіздерді көктемнің алғашқы күнімен деп сіздерге алғыс айтқым келеді.